Менделеев кестесіндегі барлық атомдар небары 3 бөлшектен тұрады. Протон, оң зарядталған, электрон, теріс зарядталған бөлшектер және олардың массасы протондарға қарағанда едәуір ұсақ болып келеді. Үшінші бөлшек бұл нейтрондар. Олардың зарядтары мүлдем жоқ, яғни олар бейтарап. Протондар мен нейтрондар атомның ортасында орналасады да оның ядросын құрайды, ал электрондар оны айнала қозғалады. Менделеев кестесінің ең бірінші атомын қарастырып көрейік. Бұл сутегі. Оның құрылысы өте қарапайым, себебі ол небары бірақ протоннан тұрады. Алайда бұл протон. Бұл атомға қанша электрон қажет екен? Мәселен, барлық атомдар бейтарап, яғни зарядтары жоқ болғандықтан, ондағы оң зарядталған бөлшектерге сонша теріс зарядталған бөлшек қажет екен. Яғни, протондар саны электрондар санына тең. Кестенің келесі атомы бұл гелий. Онда 2 протон бар. 2 протонға сәйкесінше 2 электрон орналастырамыз. Алайда келесі кедергі бұл осы атомдағы протондардың бірдей зарядқа тең болғандықтан бір-бірін итере бастайды. Сәйкесінше атом ядросы ыдырайды. Бұл кезде бізге нейтрондар қажет екен. Нейтрондар желім сияқты бұл протондарды бірге ұстайды. Сутегі атомында нейтрон жоқ, себебі ол небары бірақ протоннан тұрады. Алайда басқа барлық атомдар нейтрондарды қажет етеді екен. Келесі атом біз қарастыратын бұл литий. Онда 3 протон және 3 электрон бар екен. Алайда бұл суретте біз бір қателікті таба аламыз. Мәселен, біз салып жүрген электрондар, олар белгілі бір электрондық қабатқа орналасады. Және осы бірінші электрондық қабатқа небары 2-ақ электрон сыяды. Сондықтан литий өзін 3-ші электрон келесі қабатқа, яғни 2-ші электрондық қабатқа жібереді. Бұл құрылыста, яғни атом құрылысында біз нейтрондарды салған жоқпыз. Сондықтан, алайда бұл жерде нейтрондар бар, және біз оны ескеруіміз керек. Атомның әрбір қабатындағы электрондар саны электрондық конфигурация деп аталады. Сондағы литийдің электрондық конфигурациясы бұл 2 электрон бірінші қабатта және 1 электрон екінші қабатта. Қысқаша 2-1. Келесі, әрбір қабатта тек белгілі бір электрон саны орналасады екен. Біз оны да ескеруіміз керек. Мысалы, бірінші электрондық қабатқа 2-ақ электрон сыяды. Екінші электрондық қабатқа 8, үшіншісінде 18, және 4-шісінде 32. Біз оны қайдан білеміз? Біз келесі формула арқылы оны табуымыз керек. Яғни 2 көбейтілген n квадрат. n деген электрондық қабаттар саны. Келесі атом бұл бериллий. Онда 4 протон бар. Яғни, бірінші электрондық қабатқа 2 электрон орналастырамыз. Және қалған 2 электронды екінші қабатқа жібереміз. Және оның электрондық конфигурациясы, яғни 2 электрон бірінші қабатта, және 2 электрон екінші қабатта. Қысқаша 2-2. Сіздер өздеріңіз байқағандай, атом нөмірі әрқашанда протондар санына тең. Кестедегі атомдар келесі түрде белгіленеді. Мысалы, хлор. Үстіндегі 35 саны ол ядроның массасы, немесе басқаша оны атом массасы деп атайды. 17 бұл протон саны немесе атом нөмірі. Бұл жерде келесі қорытындыға келетін боламыз. Егер біз атом нөмірін білетін болсақ, сәйкесінше онда қанша протон бар екенін білеміз. Ал ол өз кезегінде бізге қанша электрон бар екенін көрсетеді. Алайда біз нейтрон санын қалайша анықтаймыз? Нейтрондар санын анықтау үшін біз атомның, яғни ядроның массасының протондар санын азайтамыз. Өйткені жоғары айтылып кеткендей, нейтрондар мен протондар атомның ядросын құрайды да, барлық масса онда ядросында, яғни шоғырланған. Ал электрондар тым ұсақ болғандықтан, олардың массасын ескермесек те болады. Сонда
хлор үшін онда 17 протон және 17 электрон бар. Ал нейтрондар санын білу үшін 35-тен 17-ні азайтамыз, яғни онда 18 протон бар.